Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай шоколадты құлпынайдың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Бізге ең алдымен осындай ірілеу көлемде құлпынай қажет болады. Құлпынайды міндетті түрде жуып алғаннан кейін осындай құрғақ салфеткамен жақсылап барлығын құрғатып алуымыз қажет болады. Одан кейін осындай ағаш таяқшаларға құлпынайдың барлығын жақсылап орнатып алатын боламыз. Құлпынайларымыз дайын болды. Енді осындай молочный шоколадты микроволновкада немесе буға жақсылап ертіп алуымыз қажет болады. Одан кейін осылай дайын тұрған құлпынайдың барлығын осы шоколадқа жақсылап малып шығатын боламыз. Дайын тұрған құлпынайларымызды кокос ұнтағына жақсылап аунатып аламыз. Менде кокос қана ұнтағы болғандықтан мен осылай барлығын аунатып шықтым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша ақ шоколад немесе басқа да шоколад түрлерін бетіне әсемдеп шықсаңыздар болады. Міне біздің шоколадты құлпынайларымыз дайын болды. Осылай әсемдеп тәрелкеге салып шығатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дәмі өте дәмді болып шығады, және де қонақ шақырған кезде столға десерт ретінде қойсаңыздар болады. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлығыңызға ас болсын.